Маматай, мен мына жерден шығаршы. Енді мұндай жерде мүлдем ойнамаймын. Құлынам. Мама, Қазір мен саған көмектесем. Сен тек қорқып қалма, жарай ма? мама, мына жер қатты суық. Оның үстіне қорқынышты, қараңғы. Мама, оларға қой деші. Болмай жатыр. Енді не істейін, айтшы, не істейін? Неге барасың ол жерге? Мама! Мен қайдамын? Сіз ауруханадасыз. Сізге қатты қимылдауға болмайды. Бағдат қайда? Ол бір бәле көрінді. Мен жаман түс көрдім. Ол бәлеге ұрды. Жоқ, әпке. Жай ғана түс қойыңызшы. Бағдатқа еш нәрсе болған жоқ. Менің досым жақсы жігіт, мықты жігіт. Ол қазір қайда? Ол ма? Ол қазір атамның қасында. Атам оған қазір бәрі басынан бастап түсіндіріп жатыр. Оған кішкене уақыт бере тұрыңыз. Әлі қасыңызға келеді. Шын айтасың ба? Әрине, әпке. Жақсылықтан үміт етіңіз. Амина, мен үйленгелі жатырмын. О қыз мен танитындардан мүлдем ерекше. Көз қарасы, танымы өте керемет. Болашағымда сол адаммен елестетемін. Және оған тезірек сезімімді білдіргім келеді. Ол кім? Ол ма? Оны сен танисың. Менен жақсы танисың. Мен өзімнен басқаны жақсы білмеймін. Амина, маған тұрмысқа шықшы. Мен? Иә, сен маған тұрмысқа шықшы. Мен сенімен бақытты болғым келеді. Сіз мені жар етіп алғыңыз келсе, онда екеумізді әкеміздің алдында қиюымыз керек. Ол қалай болды екен? Некені беташар рәсімінен кейін қимайтын бе? Негізі әдетте сөйтеді, бірақ атам мен әкемнің айтуы бойынша салт дәстүрімізге байланысты қалыңдықты өзінің шаңырағында некесін қиып, содан кейін алып кеткен. Сонда біздің дәстүріміз дінімізбен тығыз байланысты екен ғой? Әрине. Асыл дінімізде жастар некесіз бір-бірінің қолында ұстайды. Жарайды онда. Мен бұны атам айтайын. Атам бұны сөзсіз қолдайды. Мен атамды білемін. Онда қайтайық. Кеш болмайды. Мен онда сені шығарып салайын.
Şodam ne olur? Bir нәрсенің ұшы шыққан сияқты. Сол. Не oldu? Көрші коммерсанттардан сұрадым. Бір-екі күннен бері есік жабық тұр дейді біреу. И потом біреу айтады. Мүлдем келмейді дейді. Неге? Кететін күннен бір күн бұрын полный тауарларын арзан бағаға үлестіріп кеткен. Kim aytты onu sana? Бұл 5-ші болды. Да. Біз әлі разработкадамыз. Ахат жарайды. Kim? Бөлімшеден ғой. Бару керек болады. Енді sen bölümcüye var mı? Ben buna hemen özümü söylüyorsun. Görüyorum da. Связан онда. 5. butik o. 5-ші болды. Tamam. Осылай келіннің қолынан шай ішетін боласыз, бұйырса. Сонымен Әуелханның немересі солай дейді. Иә, ата. Бұндай дәстүрді естуім бірінші рет. Ұлтымыз салт дәстүрге бай қойшақ. 70 жыл кеңестік өкіметтің бодауында жүргенде өкінішке орай біразы ұмыт болып кетті емес пе. Соған қарамай, намазын тастамай, дінін құрметтеп, салт дәстүріне берік болған қазағымның мықтылығын айтсайшы. Балам, әкешен келген соң той күнін белгілейік, жарай ма? Менің көзім тірісінде шөбере сүйгім келеді. Ата, шөбере де сүйіз, бұйырса немене де сүйіз. Сол күндерді көруге Алланың өзі нәсіп етсін. Айтқандай күләндеп кеше. Ол кішін жағдай не болмақ? Ол біраз күн біздің үйде тұрады. Өз-өзіне келіп алғанша. Оның баласының мәселесімен қазір құзырлы органдар айналысып жатыр. Ал біз ше, осылай қол қусырып отыра береміз бе? Енді мамандардан асып не істей аламыз. Қолымыздан келгенше көмектесеміз, балам. Жарайды, жаңбыр тамшылайын деп жатыр. Көп сөйлеме, шайыңды іш. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Біздің артымызға адамдар түсіпті. Бүгіндікке 2 рет тексеріп кетіпті. Короче, орында ұстыру керек. Біз не істедік? Кімнен қашуымыз керек? Біз ештеңе істеген жоқпыз. Онда не үшін қашуымыз керек? Біреуің түсіндіріңдеші. Ахи, біздер жахил заманда тыныштықты, еркіндікті, тазалықты қалайтын ортамыз. Егер жахилдермен бірге болғың келсе, осында қал. Бұл дәуірде кімді жақсы көрсең, ақыретте сонымен бірге боласың.
Күләнді. Қалайсың, денсаулық қалай, бәрі жақсы ма? Ой, көке, несіне әуре болдыңыз? Ол не деген? Әуре болған түгі де жоқ. Ең бастысы, мына дертіңнен тезірек жазылып шығуың керек. Бәрімізді қорқытып қойдың ғой, а? Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздер болмасаңыздар не істер едім? Күләндіржан, біз жай ғана себепкерміз. Мына жарық нені көріп отырмыз, бір Алланың арқасы. Иә. Дұрыс айтасыз. Көке, Бағдат қайда? Неге келмейді? Оны мен біраз күнге дейін көрісе алмайсың. Неге? Қамап қойды ма не? Жоқ. Онымен қазір құзырлы органдар жұмыс жасап жатыр. Тек ойымдамаш. Құда қаласа, Бағдатты әлақ бауырына басасың. Сол күнге жеткізсінші. Болды енді. Көп еркеле бермей, мына жерден тезірек жазылып шығуың керек. Өзіңе келгенше біздің үйде боласың. Ол қалай болады? Мен жесір болсам да өзімнің шаңырағымның түтінін түтетіп отырған адаммын. Мен шаңырағымды иесіз қалдыра алмаймын, көке. Енді бұл сөзің де дұрыс қой, әрине. Жарайды, өзің білесің. Сіздерге көп-көп рахмет. Ниеттеріңізге, көңілдеріңізге рахмет. Енді адам етіп жаратып сана берген соң, бір-бірімізге қол ұшымызды беруді ләзім. Жарайды, жақсы, мен қайтайын. Тезірек жазылып шық, жарай ма? Аман бол. Сіз де аман болыңыз, көке. Жақсы. Осылай бір сыдырғы күндер өтуде. Күләнда ауруынан айығып үйіне оралды. Әлі уақытқа дейін баласы Бағдаттан хабар жоқ. Із-түзсіз, тек үйінде бірге түскен суретіне қараумен-ақ болды. Ал екі жастың мәселесін Ақжол мен Әуелхан келісіп шешті. Гүлжамал, шықсандаршы болды ғой. Тура осы бір жаққа баратын кезде сыланып сипанып қалатын несі осының? Қазір. Қайраш, жүр шығайық. Болды. Әкең уже мазасызданып жатыр. Қайрат! Қазір, әке. Жарығым сол. Сен де бір үйдің асыраушысы боласың. Келін сүріп, немеренің қолынан май шалуды нәсіп етсін. Аман. Жарығым сол. Екеуің тура бір қыз беретін адам сияқты асықпайсыңдар ғой сізді? Отырыңдар. Кән әке, аумин. Ал енді батамызды берейік. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Біздерді жоқтан бар еткен жаратушымызға сансыз шүкірлік болсын. Отанымызға мінесен оралуымызға Алланың өзі нәсіп етсін. Аумин. Ал енді жүрейік. Ертерек барайық. Жүріңіздер.